Қазақ тарихында ойып орын алатын осы екі арыстың ерлігі, ұлтжандылығы еш ұмыт қалмақ емес. Олар ұлы даланың ұлағаттылығын бойына сіңірген қазақтың ұлдары болып мәңгі қалады. Атырау қаласының қақ ортасында, жайық жағасында екі хас батырдың алыпқа көз тастап, азат елдің арманының орындалғанына марқайып, еңсесін тіктеп тұрған ескерткіші бар. Махамбет пен Исатайға қойылған монументтік кешен. Жоба авторы суретші сәулетшілер Тайталиев, Бекешев, Сергебаев және Бөкебай. Жалпы биіктігі 11 метр. Жан-жағындағы алаң 4,8 гектар жерде 13 субұрқақ орнатылған. Монументте 16 граниттік тақта орнатылып, онда Махамбет батырдың жалынды жырлары қашалып жазылған. Ал ескерткіштің артқы жағында қорған секілді бейнеде тас орнатылып, онда бірнеше найзаның қадалғаны көзге ерекше түседі. Бұл көтеріліске бірге шыққан батырлардың бейнесі іспетті. Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығы шеңберінде Исатай Махамбет монументтік кешенінің ашылу салтанаты елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен 2003 жылы өтті.